Саламатсыздар ма балалар? Ахмет Байтұрсынұлының егіннің бастары мысалының екінші сабағын бастаймыз. Біздің бүгінгі сабағымыздың мақсаты кейіпкерлердің іс-әрекеті арқылы образын ашу және де осы өлеңнің өзіңе ұнаған тұсын жаттайтын боласыңдар. Балалар, егіннің бастары шығармасын, яғни мысалын біз өткен сабақтарда сіздермен мұқият оқыдық. Барлығыңыз мәнерлеп оқыдыңыздар. Енді осы шығарманың сюжеттік дамуы қалай болды? Соны орындаған болатынбыз. Кейбір тұсымыз қателіктерге болғандықтан сюжеттік дамуын тағы бір сипаттап өтейік. Жалпы шығарманың сюжеттік дамуы былай басталады. Әкесі мен баласының егінші еккен жерге баруы. Шығарма осылай басталады. Шығарманың дамуы өздеріне тағзым еткендей тұрған бидайларды көруі. Шығарма қалай шиеленісті? Баланың көкке қарап тұрған бидайды байқап, оны әкесінен неге бұл бидайдың көкке қарап тұрғанын сұрауы. Шығарманың шарықтау шегі. Шығарманың шарықтау шегіне әкесінің жауабын жазсақ болады. Ол басқаларды одан кем емес, алайда дәні жоқтығынан кекірейіп тұрғандығы деп жауап беруі. Шығарманың шешіміне Ахмет Байтұрсынұлының өзінің ой түйін жасауы, яғни тәкаппарлық мінезді тұтынбау туралы ой түйіні. Бұл шығарманың шешімі. Балалар, енді біз осы жерде берілген тәкаппар бидайдың әрекеті қандай болғанын өлең жолдарынан оқып көрейік. Бұл бидай көтеріп тұр басын көкке, қарайды шікірейіп өзге көпке, өзіне өзгелерді теңгермейтін. Сонша ма бұл бидайдың дәні көп пе? Қараңыздар, бидайдың әрекеті оның басын көкке көтеріп тұрғанын, жан-жағындағыларға менсінбей қарағанын және басқаларға өзін тең көрмей тұрғанын байқауға болады. Яғни бұл жерде оның осы әрекеті арқылы оның бойында қандай қасиеттерді көреміз? Өзгелерді менсінбеуін, тек өзімнің әрекетім дұрыс деп есептеуін, сондай-ақ өзін биік санауын. Сонда әкесі не деді? Бұндай басын көкке көтеретін бидайлардың көбіне дәні жоқ болады деді, е? Яғни дәні жоқ бидай ғана басын көкке көтереді деді. Көбінесе ел арасында ақылсыз, надан, бірақ мен білемділікке салынып жүретін адамдарды дәні жоқ бидайға теңеп жататыны сондықтан екен балалар. Сол сөздің түп төркіні осы Ахмет Байтұрсынұлының егіннің бастары деген мысалынан бастау алса керек. Осыған орай қазақта тәкаппарды тәңірі сүймес, кеңпейілге ас көп, менменге тас көп. Өзінің кетпендей мінін көрмеген, біреудің инедей мінін көреді деп, тәкаппарлықты жақсы қасиетке баламаған, керісінше оны жағымсыз қасиет деп, одан бойды аулақ санауды жөн көреді. Балалар, енді осы өлеңнің мазмұнына сәйкес мынандай кейіспен таныс болайық. Біздің сыныпта В есімді оқушы болды. Өзі білмейтін, білгеннің тілін алмайтын. Тіпті сабақ беретін апайларды да менсінбейтін. Әрдайым басқаларға жоғарыдан қарап, бізден бөлек жүретін. Ол сыныптасымызға қалай көмектессек деп жүретінбіз. Бір күні апайымыз қазақ әдебиеті пәнінен Ахмет Байтұрсынұлының егіннің бастары деген шығармасын өтті. Дедік біз сол кезде. Демек біз В есімді оқушыны өз ортамызға қосуға күшті идея ойластырдық. Тапсырма. Балалар, 4 оқушы болып бірігіп, чат ашып осы мәселені талдаңыздар. В есімді оқушыға қалай көмектесер едіңіздер? Сіздердің идеяларыңыз маңызды. Алайда, мораль оқып, сен олай істесең бүйтуге болады, өйтіп тәкаппар болма деп мораль оқымаңыздар. Мейлінше ол балаға әсер етудің жақсы формаларын ойластырыңыздар. Бұл сіздердің қолдарыңыздан келеді. Балалар, оқу тапсырмасы. Жалпы егіннің бастары өлеңін оқып отырсаңыздар, ең керемет тұсы оның әкесінің айтқан өсиеті, немесе сол бидайдай болма деп ол тәкаппарлықтан мінезін алшақ ұстауы туралы соңғы 4 шумақты мен айтар едімдер. Немесе өздеріне ұнаған бөлек бір тұсын жаттасаңдар да болады. Екінші, кейісті қалай орындайсыздар? 3-4 оқушы болып бірігіп, орындасаңыздар жақсы болады. Балалар, біздің сыныптастарымыздың бірі сурет жағынан,
ал бірі кітап оқу жағынан, ал бірі өмірлік тәжірибесі мол болуы мүмкін. Сондықтан біз бірігіп жұмыс жасасақ, онда біз алмайтын асу болмайды. Сондықтан жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Сіздер жақсы орындайды деген ойдамын. Сау болыңыздар.